Кыргыз айтыш өнөрүндө баранды орду бар. Ата жолун улаган Кыргыз Республикасынын эл артисти белгилүү төкмө акын Замирбек Үсөнбаев чыгармачылыгынын 55 жылдык мааракесин өткөрдү. Ал кыргыз казакка бирдей таанылып, эланы төкмө акын, дастанчы, манасчы катары тааныйт. Ал тарбиялаган шакирттери бүгүнкү күндө кыргыз казакка бирдей таанылган белгилүү акындар. Замирбек Үсөнбаев шакирттерине өнөр гана үйрөтпөсүн, алгач адам болууга үйрөткөнүн шакирттери айтты. Залкарыбыз төгөрөгү төп келген инсан, төгөрөгү төп келген устат. Ал кишиде манасчылык, акындык керек болсо, замандаштарым көпчүлүк акаржө менен сондурдачы деп ошондон бери айтышат. Бул кишинин аткаруучулук чеберчилиги ар бир сөздүн түбүнө түнөп, ар бир сөздү жүрөгүнө сиңирип, анан элге бергенде, ошон үчүн эл биздин устатыбыз аткарган чыгарманы жүрөгү менен, жан дүйнөсү менен кабыл алат да. Ал эми шакирттери катары бизге дагы ар бир сөздү, ар бир окуяны, ар бир болгон учурду чайнап берчи да. Эң биринчи айтканы мен дайыма айтам агайыбызга, устат шакирт болуп жаңы киргенде, сен балам дүйнөнү дүңгүрөткөн өнөрпос болушуң мүмкүн. Сенин жаныңа да бара албаган инсандар болушу мүмкүн, сен атак даңкыңан. Бирок сен ал атак даңкың эч нерсе чечпейт, оболу адамгерчилигиң, адамдык наслиң болбосо деп айтканда. Мен айтып жүрөм, мына 30 жылдан ашык агайыбыздын баскан изинен ээрчип, үлгүсүн алып жүрүп турмун. Агайыбыз мага бүгүнкү күндө дагы ачылбаган кенч, дың жер. Мен ар бир барганда жаңылык угам. Ар бир барганда мен көрбөгөн, мен укпаган, менин жүрөгүмө жакын бүтүндөй бир сон дүйнөлөрдү ачып берет. Кутмандуу болсун агайдын, агай 55 жылдык майрамы. Торгой кыргыз калкынын токтогулдарды салганы. Осмонгул калгалымкул океандардын ысымы мынан өзүм менен калганы. Ырамандын ырчуулу Камбанастын жанында мынаңыр болуп сизге сайрады. Ак калпак кыргыз кашындан өзүнүн ак тилектердин арнады. Анан ушулардын барысы Замирбек деген акындын калкым аялсыз тапкан балдары. Замирбек агай биринчиден улуу устат, Замирбек агай коомдук ишмер, Замирбек агай ушул азыркы руханияттын жүгүн көтөрүп жүргөн улуу нар. Устат деген себебибиз агай ушул залкарлардын катарына жүргөн мезгилден тарта ушул жанына шакирт таптап, бир топ окуучулар даярдаган. Мен да ошолордун катарында искусство институтунда агайдын колунда таалим тарбия алгам. Демек бул сөздүн баардыгы ошол Замирбек агайдын дегиле бүгүнкү күндөгү акындар эмес, байыркыдан келген акындардын катарында ошол орду бар деген инсандардын бири. Биз агайды кадырлашыбыз керек, биз агайды сыйлашыбыз керек. Албетте бул баягы ар бир кыргыздын жүрөгүндөгү нерсе. Ошондуктан биз агайдын ушул көңүлүн дайыма көтөрүүгө, ушул ден соолугунун жакшы болуп кетишине ортоктош болууга Кудайдан тилеп, дайыма ушул катарлаш жүрүшүбүз керек го деп ойлойм. Анткени ушул улуу өнөрдү кийинки жаштарга үйрөткөн залкарлардын сап башында турган адам, ошондуктан бул агайды кадырлашыбыз керек. 16-ңда мәшһүр эткен атыңды, комузуңдай сырлас кайдан табылар? Батаңды алган келип калды бир балаң, казактардын ак сәлемин кабыл ал. 20 жылдан асты, осы киелі айтыс өнері арқылы қырғыздың небір залқар ақындарының кезінде көзіміз көрді. Сол қазір аты аңызға айналған залқар, шоң, биік шайыры осы біздің Замирбек ағамыз. Бұл кісіге деген құрметіміз бөлек. Бұл кісіні біз қырғыз қазаққа ортақ тұлға деп есептейміз. Сондықтан да ол кісі осы кеші болар кезде бірінші болып мен айтқан екен, мен де Алатаудан құстай ұшып, Алматыдан жеттім. Бауырлас бір туған екі елдің қашанда бірлігін, ынтымағын жырлап жүретін ақындар. Бізде шекара болмайды, бізде сол бір жүректің лүпілі бірге соғып тұрған киелі өнерге қосып жатқан, үніміз бірге шығып жатқан бір бауырлас ел болғаннан кейін бұл кісіні мен өзімнің бір ұстазымдай, үлкен ақыл алатын ағамдай көремін. Сондықтан сол ниетімді білдірейін деп бүгін қырғыз ақындары мен шәкірттерімен бірге сахнаға көтеріліп жырымды арнадым, арнауымды арнадым. Ақын болдық жетіліп, ағай кечеки бала жігетің. Айсбергтегі қалқыған, океандағы қалқыған ағай айсбергтің бірісің. Біз
Bizdey TRT doktordu sürüp taşladı çekege. Moğunday kara kalpak giygenler birinci ırday deçele. Siler kalpak salpak degenge karavaysınlar koyaçele. TRT'miz çoğunan teltende tomunlarda jüröbüz. Bilip koygula yesliş tomuğunu ekele kişi yeriz. Karı var eldim, doybağı var, karı var eldim, şanı var. Oşonduktan daima kaldıka buyursa düşkecasın yetkide. Gelecekte gelin bağırlar. Талантыны қолдап, жақшылыққа жолдап, төкмақын балдардың ішін оңдап дайыма батасын беріп келеді. Мына бүгін сахнада сайрап орындағанына 55 жыл болып тұр. 55 жыл деген бұл жарым қолымдан көп. Замекем егер шол чоң зарлар тобылы тоқтасын екен, елді іздесті екен, алпақын ашыралы, тура сөзден тайбаған туған байкелер арқасынан замекем шығып қалбағанда мүмкін ақындың құйрығылашы үзіліп қалады біле. Замекемді көріп даллаттандық. Жаш кесте қолымызды қолға алып әлі өзімізше замиріп қол өрсіз. Қырғыздың өнерінің ту çoқысы төкмөлік дейді. Төкмөлік бар, қырғыз бар. Ошондықтан замекемізге шыңден сол қалайыз, өмір ұзын болсын, жашына жаш болансын, жарқылдап сақ саламат болсын, жаратқаннан тілейбіз. Өміріне өмір ұлансын, өрнөктү, бақайдай қарай болып жүрсін, өреніз өлкөз ұғансын. Ошондой эле Замирбек Үсөнбаевдин чыгармачылык мааракесине карата ырчы, дастанчы жана акындар арасында кесипкөй аткаруучулар үчүн өткөн кароо сынактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Биринчи орун республикалык кароо сынактын 150 сом акчалай сыйлыгы менен Замирбек атабыздын эң алгачкы шакирти Өмүрза Каюпов сыйланат. Yaşsın işeken, küsödün suyu çarpadın, amanat canға beytetmez, aşırılık gülüm harpadın. Азамат Убраимов, Жолборсбек Пайзылдаев, Марал радиосу. Улақтан көріп çakmışsın, бұлдай ала салған.